Жол полицейлері жаңа жылдан бастап ала таяқтарынан айырылып автопатрульдік жүйеге ауысты. Енді олар жолдағы тәртіпті ысқырықпен және дыбыс ұлғайтқыш құрылғыларымен реттейді. Ал көлікті қолмен тек төтенше жағдай орын алғанда ғана тоқтатуға құқылы. Өзге жағдайда жолдағы тәртіпті көлік ішінде отырып бақылауы тиіс. Жаңалықты алғашында жүргізушілер түгілі полицейлердің өздері түсіне алмай дал болды. Оны ғаламторда жарияланған бейне таспалардан аңғаруға болады. Ал шымкенттік тәртіп сақшылары жаңа үлгіні жылдан меңгеріп алған көрінеді. Қазіргі таңда осы нұсқау тапсырмалар барлық жеке құрам назарына жеткізілген. Құқық бұзушылық анықталған кезде арнайы автокөліктердің дыбыс орайтқыш құралдары арқылы анықталып тоқтатылады. Сонымен қатар жол патрульдік полиция қызметкерлері қолымен жүргізушілерге нақты түсінікті болу үшін ысқырықтар қолданып автокөлік тоқтатады. Әрбір арнайы автокөлік видео бейне тіркегіштермен жабдықталған. Шымкенттік полицейлер жұмысты жаңа үлгіге сай бастап кетті. Енді ереже бұзғандарды анықтау үшін бейне камера мен бейне тіркеуіштер қолданылады. Ал бағдаршам істен шыққан жағдайда жол қозғалысын қолмен реттеуге тура келеді. Халықаралық тәжірибе ала таяққа әбден үйреніп қалған жүргізушілер үшін қиындық тудыруда. Таяққа үйреніп қалғанбыз ғой. Таяқсыз қызық емес. Таяқпенен істесін жұмысты лучше. Енді қолын көтерсе болды, может такси ұстап тұрған шығар. Қайдан білеміз оны? Так что лучше таяқпенен жұмыс істеген дұрыс деп ойлаймын. Өте орынды. Қай жағынан тиімді, қалай? Кімге тиімді? Жүргізушілерге қалай? Болады. Жаман емес. Бірақ бәрі тұрады ғой. Бәрібір тұрады. Дұрыс емес шығар деп ойлаймын енді ол нәрсені. Себебі енді біз үйренгеніміз солай ғой, енді гаиді таяқшасымен көріп жүргенбіз. Таяқшамен жүрген дұрыс деп ойлаймын енді. Өзім көзқарасым солай. Мен ойымша дұрыс емес бұл істегені. Қайсы күн, күні, қаңтардың 2 күні азанда независимостьтен келіп жатқанда гаи тоқтатты. Мен машинам ішінде магнитофон қосулы еді. Ол кезде естілмеді. Бағынбау рет болып қалды. Түсіп кешірім сұрап, палычка болған кезде шамал айнегін ашып, тоқтатарда түсінердің гаи тоқтатып жатқаны. Ол акасы менің машинам номерін айтып жатқан екен. Мен естіпедім магнитофондан. Бүгінде еліміз бойынша 2971 полиция көлігі бар. Олардың барлығы бейне бақылау және дыбыс ұлғайтқыш құрылғыларымен жабдықталған. Сондықтан Ішкі істер министрлігі жаңа үлгінің сәтті боларына сенім артады. Жанболат Мелсұлы, Рауль Габитов, ТВК телеарнасы.